Өмір Серік па? Біз Құрманғазы болады мен есім. Өмір Серік, мына арық қашан тазаланды? бұл Араншақтың соңғы сағасы ма олар? Иә, соңғы сағасы осы. Бірақ арық қой енді қандай болса да. Сол қашан соңғы рет тазаланды? Бұл жақ негізі Араншы канал арлағына бетонирование болғанда, Иә. соңғы бетондалған жағы Абай ауыл әкімшілігінің балансына берілген. Аха. Қазір су шаруашылығы мекемесінің өкілдері келіп отыр, арнайы шақыртып. Бұл жерден сізге Батқозын ба? бағанағы айтып жатқан жаңағыдай шағал төселген кезде мынаны тазаласа сіз шағал жол құртылады деп айтып жатсыз ба? Соны білейін деп жатқаным ғой. Иә, мен 100% сенімдім құртылатынына. Мына жерге деу трактор келеді да, ана асфальттың бәрін лай, мына арт қазам деп, экскаватор ковшыменен. Мына жерге біз қазір төсеп жатқан тастың бітсін шығарады. Бұл жерде ол ауылдың ішіндегі бағана каналдар тазалау кезінде обязательно жаңағы КАМАЗға нелерін артады, тазаланған топырақтарын сөйтіп шығарып кетеді. Болды, түсінікті. Ол болашақта болатын нәрсе. Иә. Теория. Жоқ, теория емес, жоспар сондай. Жоспар. Енді мынау қазіргі мына көз алдымызда тұрған арық не үшін тазаланбаған? Не үшін тазаланбағанда біздегі мынандай ғой. Қандай ғой? Огородтық суармалы жерлер бар емес па? Иә. Жалпы 1000 километрден астам біздің өзіміздің су шаруашылықтың балансындағы нелері бар. Арықтар, то есть каналдар мен қашыртқыларды. Иә. Вот сол каналдар мен қашыртқыларға біз оның бір 70% земляной болып келеді осындай ше. Бетондалмаған әлі. Иә. Ал соның жылдық жоспары қойылады. Яғни біздегі мынау үлкен каналдар, ауданның төңірегінде үлкен каналдар. Соның биылғы 2025 жылдың жоспары 86-9 километр общий. Біздегі жаңа келесі қызметтің балансында бір экскаватор бар ғой. Сонымен жаңағыдай кезең-кезеңмен тазаланып отыр. Ал қазір ол Алпамыс Батырда жүр. Бұндай каналда, бұндай кішігірім арықтарға, то есть соң жағында, ол гусеничный экскаватормен алып келіп тазалау тиімсіз. Сол себептен біз неден Тұрансу мекемесінің колесный экскаватор шақыртылған кезде сол кезде жоспар қойып тазалап тастаймыз. Қашан болады ол? Енді біз сұраныс жібергенбіз. Қашан жібердіңіздер? Қашан жібердіңіздер? Хатын нақтысын көру керек оны ше. Жоқ, шамамен бір ай алдын, бір жыл алдын. Жылдың басында жібергеніміз бір рет, одан кейін тағы бір рет жолданды. Сол жіберсеңіздер келді ма? Әлі келген жоқ, иә. Былтырғы 24 жылға қателеспесем келіп тазаланған. Иә. Енді осы жылға біз сұраттық. Мына ирригационный сезон аяқталады ғой. Сондай кезде бұндай жұмыстар басталады. Түсінікті. Бұл енді кімнің Абай ауыл әкімшілігінің балансына қойғаннан кейін, бірақ бұл енді бетондауға ұсынылмаған. Бізде ғана қосымша бетондауға ұсынылмаған. Болды, бетонды қоя берейікші. Бірінші тазалап алайық та, бетонға әлі ұзақ қой ол. Ол кейінгі әңгіме. Мына жерді көріп тұрсыз ғой, мынау не деп ойлайсың мынаның барлығын? Суармалы егістік жер. Егістік жер, иә? Осы суармалы егістік жер осыдан келіп жатыр ол су? Иә. Енді ол неге тазаланбаған? Біз қазір мына халықтың жағдайын жасап жатырмыз. Неге тас төгіп. Енді осы біз қазір төгіп жасаған жолды қазір ертең сіздің жаңағы тракторыңыз келеді де, мынаны экскаватор қазам дейді де, мынаның бәрін жолдың бәрін жарамсыз жағдайға келтіреді. Жарамсыз жағдайға келтіргенде сіз кез келген каналдардың бетондау жұмыстары болсын, қандай да бір құрылыс жұмыстары болатын болса. Бетондау емес, тазалау. Сізге айтып жатқаным мысалға сіз асфальт сүрсеңіз де бүйір мысалға ремонтталу керек болатын болса, ол міндетті түрде ремонтталынады ғой. Алайда бұны істеп жатқан мердігер мекеме болсын, біздің мекеме болсын, ол өзінің жаңағыдай басқа нәрсені, яғни басқа жолды болсын, басқа бір ғимаратты зақымдамау, сондайдың есебіне істелінеді кез келген уақытта да. Иә, дұрыс. Енді қараңыз, мына жерде айтайыншы. Мына су арықтағы өзін арнасынан тасып, мына көшеге бері қарай өтіп кету қаупін қанша пайыз сіз қалай ойлайсыз? Бері қарай су тасу мүмкін ба? Тасу мүмкін емес. Неге екенін айтайын сізге? Неге? Бізде көктемдік су тасқыны бар. Или болмасам қыстың кезінде қар еріп бастап мұз қатқылақтар тұрып қалады ғой. Ал ол кезде біздегі жаңағыдай нейді сбросной нелер болады. Яғни бір шлюздің алдында мұз тұру қаупі бар ма, оның жанынан сбросной тастап жіберетін жері бар. Бопты. Енді мынадан судың ағуына қазір кедергі келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па? Енді жоқ бұл. Сіз кім боласыз?
бұл жаңа су шаруашылық мекемесінің орынбасары. Орынбасар кім есіміңіз? Нұрбол. Нұрбол. Аха. Енді су шаруашылығында бұл негізінде жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бірінші тасу бұны біз жаңа шлюздері бар өзі реттеледі да, ол жабу ашу керотектермен бірге. Бірақ енді тазалау барысында негізі каналдың жаңағы мысалы дұрыс жол түсіп жатыр, халыққа керек нәрсе да. Бірақ бірінші каналға жүру үшін бізге мысалы мынау жолмен қосып біздің неде Госактыда тұр да бұлар. Госактыға сәйкес мысалы біз соның жанында техникамен жүріп өзіміздің жаңағы ватқоздың жері болған техникамен жүріп тазалауға толық құқығымыз бар да біздің. Ол жол бола ма, шағал жол бола ма? Жоқ, бопты ғой. Пока сіздер. Бірақ мынандай нәрсе ғой, бұл жерде кез келген құрылыс жұмыстар жүргізіліп жатқан кезде здание соғылса да или канал тазаланса да, обязательно өзінің технический нелерін жасайды. Яғни жолда жүріп жатыр ма, соған расчетталады. Колесный экскаватормен жүре ме, оған расчетталады. Сөйтті зиян тигізбей иә, зиян тигізбей істелінеді деп жатыр. Түсінесіз ба? Зиян тигізген жағдайда сол істеп жатқан мекеме өз міндеттемесін алады. Жарайды. Біз сәл алдыға кетіп қалдық та. Енді бастапқы мен бірінші сұрағыма. Сіз жаңағы Нұреке Ватқоздан орынбасары дедіңіз ба? Ватқоздың орынбасары, иә, бұл. Сізде басшы жоқ қой қазір, да? ИО бар. Кім ИО? Қажымұрат деген жігіт. Қажымұрат. Нұреке, сіз келіп тұр екенсіз. Мынау арық неге тазаланбаған? Арықты енді біз жағдайларын қарап көреміз. Өз ауданда 1000 километрден асық каналымыз бар, қашақтымыз бар. Оның бәрін тазалау бірден мүмкін емес. Өз айналдырған бір техника бар. Оның өзіне жаңағы водительіміз проблема болады. Мен тағайындалғанға жақында болды. Сарыағаш ауданында 7 жыл қызмет атқарғанмын, басшы болып. Бұның бәрін кезең-кезеңмен жоқ, водителіңіздің қандай проблема бар? Водительдер жаңағы зарплата жағынан аз деп. Айлығы аз деп? Қанша айлығы? 270 мың ба сонда. 270 мың? Экскаватордың водительдері қымбат алады көбісі негізінде. Жеке фирмаларда қымбат алады ғой. Сіздер мансап орталығына жібердіңіздер ғой, осындай вакансия бар. Кез келген вакансия біздегі еңбек. Жарайды, жүріңіздерші, мен көрсетейін. Нұреке, айтыңызшы, сіз сол жаңағы Сарыағашта істеп келдім, бұл жақта істеп келдім деп жатсыз ғой. Мынау су, мынау өзінің арнасынан ағып мына жаққа кетпейді деп отырсыз ғой, иә? Реттеледі ғой, басында шлюз бар, қарайды ғой. Мынау судың деңгейі мен мынау аяғым тұрған деңгейі қанша сантиметр деп ойлайсыз? 30-40 сантиметр. Осы 30-40 сантиметрден су тасып, мына жолға өтпейді дейсіз ғой, Таситын болса ол. Қараңызшы, Құреке. Бұл жердегі жаңағы басында айтып жатқан позиция әрбір каналдың өзінің жаңағы нелері бар. Гидротехник. Су мұрақтары дейді ғой. Иә. Ар жақтан келіп жатқан судың нормасы күнделікті ол бақыланып отырады. Яғни ол бұндай уақыттарда тасу қаупі мүлдем жоқ. Көктемгі қатты жаңа қар еріп келген кезде ғана қауіп бар. Ол кездегі обязательно каналдардың басына не қойылады? Кезекшілер. Әрбір каналдың өзінің жауаптылары. Жоқ, мынау қараңыз, қазір шөп өсіп тұр. Мынау шөп өсіп тұр. Судың жүруіне бөгет болып жатыр да. Одан бөлек мынау влагопотеря дейді ғой. Судың қандай да бір мөлшері жерге сіңіп кетіп жатыр. Ол сіңіп кетіп жатқан жағын қоя тұрайық. Ладно, қазір бұл бетонировать ету не актуальный деп жатсыз. Ал енді емес. Бұл бетонировать ету актуальный, когда жаңағыдай жоспарға қойылып. Бұл түсіндім мен. Сол қазір енді не актуальный өтіп тұр ғой. Тоқтаңыз, мен айтайын. Қазір не актуальный өтіп тұр ғой. Бірақ сол бастапқы бірақ сұрақ менде. Мынау суармалы кәсіпкерлерге, диқаншыларға баратын арықтың арнаның ақыр жағы болса да, бірақ бұл арық. Осы арық неге тазаланбаған? Неге іші шөп өсіп, қамыс өсіп, ар жақтарына мүлдем су жүрмейді? Неге сондай? Кім жауап береді оған? Мен жауап беремін. Айтып отырмын ғой сізге. Біздегі экскаватор гусеничный. Түсінікті. Сіз бір жылдың басында колесныйды сұратқасыздар. Бір жылдан бері колесный кемейді, сондықтан осы тазаланбаған ба? Колесный өзімізде тұр. Солың жоспарын бекітілген 86-9 километр. Сонымен толық өзінің жоспарына сәйкес жұмыс жасап жатыр.
бұндай арғатыздарға біз облыстың Тұрансу мекемесінен колесный экскаваторға келіп тазалап беруін сұраныс жіберген. Вот соны айтып отырмын, сол колесный экскаватор. Жүр, шеткеге тұрайықшы. Сол Тұрансудан сұратқан Оның келу техникаңыз не алып келмей жатыр жылдың басынан оның бері? келу тәртібі вегетационный маусым кезінде ешқандай канал арықтар тазаланбайды. Ол кезде қашыртқылар тазаланады, басқа бір су жүйесінен көп пайдаланбайтын каналдар тазалануы мүмкін. Вегетационный маусым міне енді аяқталып отыр. Вегетационный маусым аяқталғаннан кейін, вегетационный кейінгі маусым басталғанша осындай ремонтный жұмыстар басталады. Яғни келесі жылы вегетационный маусым келген уақытқа дейін көктемде басталады ғой. Соған дейін мына арық тазаланып тұрады ма? Жоқ. Бұл жер әзіргі жоспарға енбеген, ол тек қана колесный экскаватор жоспарына енген. Колесный экскаватор бізге Тұрансудан берілген жағдайда міндетті түрде осындай колесный экскаватор баратын жерде тазаланатын болады. Яғни келесі жылда тазаланбайды ғой. Неге тазаланады? Соны сұрап отырмын сізге. Келесі жыл тазаланады ма деп сұрап отырмын мен. Биыл мен келесі жылдың вегетационный маусымы мына мысалы ноябрь айынан кейінгі мартқа дейін. Сол кезеңге біз уже мысалы жылдың басынан қоямыз ба, сол кезде 26 жылдың басына тазалап беруге толық мүмкіндік бар. Яғни келесі жылы 2026 жылы егістік науқан басталғанға дейін мына арық сіздер тазаланып тұрады ма? Жоспарымызда бар, тазалаймыз деп жаңағыдай жоспарлап қойғанбыз. Жоқ, жоспар деген ниет деген сөз да. Ниет деген ол болатын болмайтын 50/50. Жоспар деген біздің өзіміздің бір жылдық жаңағыдай бір айлық 90-лық жоспарларымыз болады. Сондайға ендіріп сол жоспармен өзіміздің концепциямен жұмыс жасаймыз. Жоспардың орындалмауы міндетті ме, жоқ міндетті емес пе? Ол міндетті бағанағы ресурстарына байланысты. Қандай ресурстарына байланысты? Айтып отырмын ғой, біз колесный экскаватор, яғни Тұрансуға бағынышты болып тұрмыз ғой. Сол Тұрансу мекемесінен, облыстық мекемеден алдырылған жағдайда біз осындай жерлерімізді тазалатып аламыз. Сіздің жоспарыңыздың орындалуын кім қадағалайды? Жоспарымның орындалмауын тікелей аудан әкімі, біздің басшымыз, одан кейін барып курирующий орынбасарымыз. Аудан әкімі Жәнібек Ағыбаев мырза қадағалай ма? Жалпы жұмыстарымыздың бәрі сол қадағалайды, иә. Сол кісіге есеп бересіздер ғой? Иә. Есебіңіздің рас өтірігін, жоспардың орындалмауына сол кісі баға береді. Конечно, иә. Болды, жақсы. Болды, рахмет уақыттарыңыз бөлгенімізді. Ол кезең көп ұзамай келді де қалады. Жоқ, басқа сұрақ жоқ, болды. Міне қазір барлық әңгімелерін түсіріп алдым. Ауданымыз өздеріңіз білесіздер, құрметті достар, аграрный өлке біздің келес ауданымыз. Көп тұрғындар, негізгі түсірілім сол агрария, яғни ауыл шаруашылық, оның ішінде егістік, диқаншылықпенен өмір сүреді. Сол диқаншылардың диқандық өнімінің бірден бір қажеттілігі жер болса, екінші өте маңыздысы ол мынау сол егістікке су қаратын су болып табылады. Бірақ алайда бұл егістікке қоятын судың ағатын арықтың жағдайының артында өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ол мен сөзімді мына артында осы жерде тұрғындар растап берер деп ойлаймын. Енді келесі мәселе осы жұмыстардың, жоспарлардың 2025-2024 және алдағы 2026 жылғы жоспарын депутаттық сауалмен алдыртамын. Сосын барып халықтың қалаулысы ретінде бұл жоспарлардың жүргізіліп жатқанына және де сол жоспардың жүзеге асырылып жатқанына жалпы келес ауданының әкімінің жасап жатқан жұмысына объективті түрде баға беретін боламыз.